7 мамыр отан қорғаушы күніне орай шаһарда мерекелік жиын ұйымдастырылды. Кеште ел қорғаны болып жүрген әскери қызметшілер мен сала ардагерлеріне ерекше құрмет көрсетілді. Олардың ел қауіпсіздігін сақтаудағы еңбегі атап өтіліп, бірқатар азамат облысқа сіңірген еңбегі үшін құрмет грамотасымен марапатталды. Мерекелік басқосу әнұранымен басталып, батыр бабалардың ерлігі мен бүгінгі сарбаздардың жауапкершілігін сөз етумен жалғасты. Салтанатты жиында Жамбыл облысы әкімінің бірінші орынбасары Нұржан Календеров сөз сөйлеп, жиналған қауымды қос мерекемен құттықтады. Ол отан қорғаушы күні мен жеңіс күні ерлік пен елдіктің символы екенін атап өтті. Сондай-ақ бейбіт өмірдің қадірін түсініп, ел тыныштығын сақтау әр азаматтың міндеті екенін жеткізді. Біз батыр бабаларымыздың ерлігін мақтан тұтамыз. Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне ел тыныштығы үшін қызмет еткен аға буынға ерекше бас иеміз. Олардың ерлігі ұрпаққа өнеге, елге аманат. Соғыс миллиондаған адамдардың өмірін жалмап, талай отбасының тағдырын өзгертті. Ол қайғы мен қасірет әкелетін, ал бейбітшіліктің баға жетпес қазына екенін дәлелдеді. Сондай-ақ жиын барысында әскери қызметшілер мен күштік құрылым өкілдеріне марапаттар табысталып, олардың ел алдындағы еңбегі ерекше аталып өтті. Мерекелік кеш концерттік бағдарламамен жалғасын тапты. Сахнада Кенен Әзірбаев атындағы облыстық филармония әртістері мен әскери өнерпаздар патриоттық әндер шырқап, көрерменге көтеріңкі көңіл-күй сыйлады. Жамбыл облысының әкімінен анықтама алуға бұйырыпты бізге. Қазіргі таңда біздің отан қорғаушыларымыз қазір осындай мереке күніде әскери қызметтерін атқарып тұрған азаматтарымызға, сарбаздарымызға барлық осы отан қорғау күніне барлық жақсылықтарды тілеймін. Нұрдәулет Мұса, Мейрамбек Сағынов, Елдар Түстікбай, Қордай 24 Ньюс.